Алматыда ашылған Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы кітапханасының көшпелі көрмесі аясында Абай атындағы педагогикалық университетінде Қазақстан жолы мәңгілік ел атты семинар тренинг өтіп жатыр. Жоба қазақстандық жастардың отанға деген сүйіспеншілігін арттыруға, азаматтық жауапкершілігін қалыптастыруға бағытталған. Семинарда студенттер тәуелсіздік жолындағы елбасының ерен еңбектері туралы біліп қана қоймай, мәңгілік ел туралы ой пікірлерін ортаға салды. Мұндай сабақтар жастардың көшбасшылық қасиетін қалыптастырып, ойлау қабілетін дамытады дейді ұйымдастырушылар. Айта кетейік, тұңғыш президент күні және тәуелсіздік мерекесіне орай ашылған жылжымалы көрме аясындағы шаралар 10 күнге дейін жалғасады. Елбасының үлгісі, елбасының осы өмір жолы, істеп жатқан саясаты және осы істері, ол әрине барлық жастарға үлгі болады. Сондықтан бүгінгі семинардың біздің жастарды тәрбиелеуге, ертең болашақ ұстаздардың одан да өмірдегі өзінің алатын жолындағы солардың барлық істеріне бастау болады деп ойлаймын.